Так, бұл жерден біз астынан бастаймыз сызуды. Enter, Y, все. Одан кейін автонож, на элемент. Окей. Егер қараңыздар, мынандай жағдай болады. Мысалға, мынау сары сызықтар, бұл түзу сызықтар. Ал мынау көк точка болып тұр ғой. Көк точка бұл қисық сызықтар. Яғни, мынаның үстін басып, мысалы точка таңдалып тұр ғой, мынау қазір қатты көк болды. Одан кейін клавиатурадан пробелді бассаңыздар, бұл түзу болады. Яғни, мынаны ұмытсақ, одан етіп тастайық. Мынаның түзу сызықтар ғана қалды. Егер мына жерде бізде только орасы түзу болатын болса, түзу керек болатын болса, онда точканы үстін басасыздар и пробелді басасыздар. Так, одан кейінгі бізде мына элемент, бұл элементті сызу үшін астына қалу керек. Бұны енді список цвета объекті қайсына кейін қайсы тігілу керектігін сіздер ең соңынан қоя бересіздер. Пока что барлық элементтері кезек кезегімен сызып аласыздар. Қойдық автонож. Так, одан кейінгі бізде мына элемент. Так, мына жағын біз кішкене сәл былай өзгертсек болады екен. Так, Enter декрет басамыз. И автонож. Қойылды. Одан кейін мына элемент. Автонож. И бізде последний екі элемент қалды. Біз былай отырып кетейік. Enter. Так, мына автонож. Окей. Мынау бізде бір ою. Скопировать етейік. Бұны басқа файлға ашамыз. Новый дизайн. Так, бізде барлығы скопировать етілмей қалыпты. Қайтадан таңдайық. Скопировать. Ставить. Ага, окей. Барлығын таңдаймыз. Ctrl-K. Қайтадан бізде мына элемент қана артық шықты. Осы элементті ғана алып тастаймыз. Одан кейін ID клик жасаймыз. Все, болды. Бұл автоматически қайсынан кейін қайсы тігілу керектігін бұл өзі берді. Так, енді бізге осы ою секілді қатарынан қойып шығуымыз керек. Мынаның бәрін өшіріп тастайық. Бірінші бізде мынау уже дайын. Скопировать етеміз, мына жаққа вставить етеміз. Мына жағына қоямыз. Одан кейін бізде мына оюымыз.
мына жағына қоямыз. Енді дәл осы оюларды аламыз да жоғары қарай скопировать етіп қоя саламыз. Скопировать и ставить. Ctrl-ды басып тұрсаңыздар, бұл бір сызықтың бойымен жүріп өтеді ше. Яғни бізге керектісі бұл бір сызықтың бойымен деген сөз ғой. Барлық объектіні таңдаймыз. Барлық объектіні таңдағаннан кейін енді нелерін қойып шығамыз. Списоктарын. Бірінші низ солайық. 4 бір сызамыз. Кез келген. Одан кейін мына жерде создать строчка деген бар. Строчканы таңдайсыздар, мышканы солдан бір рет басасыз. Сөзде бізде строчка пайда болады. Енді строчканың мына жерде параметрдің ішінде параметр стишков деген бар ғой. Сол жерде длина деген бар. Длинаға где-то бір 8 деп жазсаңыздар, ара қашықтығы бүйтіп сирек болады. Енді ана барлығын таңдайық и басқа бір файлға создавать етеміз. Енді бірінші список цвета объекті бар ғой, сол жерге бірінші строчка тігілу керек. Сол үшін мышканы сол жағына басып тұрасыздар да жоғары қарай жылжытасыз. Бірінші строчка тігіледі. Одан кейін мына оюымыз тігілу керек. Оны былай қоясыздар. Одан кейін мына ою. Одан кейін мына ою. Одан кейін мына ою. Бірінші барлық оюымызды таңдап аламыз да позиция x, y-ін 0-ға қоямыз. Каждый элементті. Өйткені оюымыз центрда тұр ғой, центрда тұру керек қой барлық оюымыз. Одан кейін сыртқы строчкасын аласыздар, сыртқы строчкасын 0-ға қоясыздар. Барлық объектіні қайтадан таңдап, бір рет тексеріп шығасыздар. Так, одан кейін список цвет объектіні қойып алдық. Қойып алғаннан кейін, қайсынан кейін точка входа и выхода деген бар. Соны таңдайсыздар да. Жасыл, яғни басталатын жері, қызыл аяқталатын жері. Одан кейін бізде мына объект келеді. Бұл объекті ошақтан басталу керек. И мына төменгі жағынан аяқталуы керек. Үшінші объектіміз мына жақтан басталады. Мына жақтан аяқталады. И последний бізде мына объектіміз осы жерден басталады және ошақтан аяқталады. Строчканы кімде қойсаңыздар болады. Мысалға мына жақтан басталады, ошақтан аяқталады. Список цвет объектін таңдап алдық. Ол бұл керек емес. Енді бізге параметрі. Параметрі тек қана оюлардың үстіне таңдайсыздар да. Заполнение 0.8. Автор раскол міндетті түрде қосылып тұру керек. Соединители обрезка после не делать. Всегда закрепка на входе. Одан кейін на выходе. Так, укрепление. Второй укрепление керек емес. Оны міндетті түрде алып тастайсыздар. Егер птичка қойып тұратын болса, мына жерден строчка зигзаг деп қоя салыңыздар. Егер оюңыз кішкентай болатын болса, онда строчка по центру қойсаңыздар болады. Обязательно зигзаг болып тұра берсін. Специальные капитатели стягивания 0.7. Все болды, сохранить етеміз. Окей, окей. Енді симулятор стишковты басасыздар. Қалай тігілетіні уже көрінеді. Бірінші көрдіңіздер ме? Строчка тігіліп жатыр. Одан кейін ою тігіліп жатыр. Все, болды. Барлық объектіні таңдаймыз. И эксперт машина файлы Shift-E. Одан кейін Tajima тестімен сохранить етесіз. Мен қазір ою 2015 деп сохранить ете салайын. Одан кейін EMB форматын сохранить етеміз. Ол үшін сохранить как. Названиясы жазылып тұрады, атауы. Одан кейін welcome-мен сохранить етеміз. Все болды.